көргенімізге өте қуаныштымыз. Енді келіп жатсыз, аяулымды таңдадыңыз. Сырттай ұнатқан шығарсыз, жаңа енді сұрап жатырмыз, неге таңдадыңыз, қалай ойлайсыз, сырттай? Енді өтірік айтпай қойын, ұнаттым деп айтамаймын. Енді осы жерден көрдім, бұлай қызығушылық таныттым бұл қызға. Шыны керек, мен андай бұл гүл жайына мен естіген жоқпын, мен кейіннен естідім оны. Енді саған сұрақ қоя салайыншы, негізі үміткер күтесің ба сен? Я, күтем. Күтесің, жүрегім барлығы таза, иә. Басқа адамдар жоқ қой бұл жерде? Жоқ, басқа адамдар жоқ. Жоқ, Алан. Алан, негізі өзіңіздің жеке өміріңіз жайлы сұрасақ, енді жобадан кеткеннен кейін өзіңіз сыртта бір кездесу болды ма қыздармен, қандай өзгерістер болды дегендей, сырт келбетіңізге қарасам, өзгеріс бар сияқты, сәл толысқан сияқтысыз ба, бірақ жарасып тұр өзіңізге. Эфирден кеткеннен кейін шетелге кеттім жұмысқа, сояқта болдым. Сонымен келдім, келгеннен кейін қазір, енді сояқта біраз болдым, содан кейін отношенияда да болдым. Рас етейін, мен 23-те кеттім ба, 24-тің аяғында қарай таныс тоқтады. Сонымен, сол да мен енді ол адамдық айтпай қойық жер керек емес. Әрине. Сол қазір ешқандай сөйлесіп жүрген қызым жоқ. Біреумен таныста да отқан жоқпын. Содан бағымды сынайын деп? Содан енді аяуды негізі мен алдыңғы маусымда да көрдім ғой. Бірақ ол жерден ешкім қызықтыратын ешкім болмады. Осы маусымға келдік. Шыны керек, мен енді шыны керек көп көрмедім бұны. Алдында бір көріп қалдым осы жерден, аяуды көрдім. Тиктогын қарадым, инстаграмын қарадым. Барынша бақыладым ғой енді. Сол үшін бағымды сынап кеп тұрмын. Қызығушылық танытты, содан келдім. Баласқан Аланға сұрақ. Енді қош келдің, Алан. Аланды танимыз, былай сырттайда. Енді ара-тұра хабарласып тұратымыз бар. Неге мен айттым, шынайы көңілмен келіп тұрған мен сенімдімін деп, өйткені бір-екі рет хабарласқан болатын. Хабарласып, осылай аға бауыр қалың қалай деген сияқты. Мен бір қызға ойым бар еді деген сияқты айтты. Сіздерде отыратын осының өсіне аяулым деген қыз негізі, мінезі қандай деген сияқты бір сұраған бар. Мен айттым, ол кісінің қазір үміткері барау шамасы дедім. Бірақ енді ұнап жатса, алдағы уақытта бәлкім таныстықтары тоқтап жатқан болатын болса, келіп танысып көрсең болады дедім. Бірақ енді ол жігіт өзіме айтты, егер алдағы уақытта барып жатсам, мен өз-өзіме сенімдімін. Бұрынғы Алан емес, қазір мен есейгем, ақыл тоқтатқам, қазір тұрақты істерім бар, айналысатын деген сияқты кәдімгідей адуын ойнап хабарласқан болатын. Сол себепті де мен Аланға кәміл сеніп тұрмын деп айттым. Сондықтан жақсы таныстық болсын, алдағы уақытта тек қана сәттілік сендерге. Мен сұрақты қойып кету керек болып тұр, негізші. Алан, қош келдің. Бізде кім? Аяулым. Тойда өлең айтады, дейтін әңгімелері бар. Одан кейін ата-анамен бірге тұруға қарсы, е? Сен оған қалай қарайсың? Қарсысың? Қарсы емес қой. Жоқ, қарсы емес. Иә? Тұра бересің? Иә, тұра беремін. Тек қызмет етпеймін дедіңіз, иә? Андай таң атпастан тұрып деген сияқты. Енді келіндік бір-екі андай моменттар болады, шай құю, одан енді қашпаймын. Бірақ прям андай таң атпастан тұрып. Негізі қазір ондай жоқ деп ойлаймын. Енді ауылды жерде болмаса, біздің талғарда ондай лично жоқ та мысалға. Ерте есік алдын сыпырып, сиыр сауып, ешкі сауып ондай жоқ та мысалға. И мен сразу айтайын, мен үйдің ұлдардың үлкенімін. Екі сестрам бар, екі сестрам тұрмыста қазір. Одан інім бар артынан кетқан. Енді мен үйдің үлкені болғасын, по-любому басында енді ата-анамен тұрасың ғой, не дегенмен. Кейін енді бөлек шығуға мен де қарсы емеспін мысалы. Аяулым риза сияқты. Енді құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін таныстық